Алло, Сәуле. Ой, толқын. Кешіріңіз. Менде толқын Сәуле деп жазылып тұр да. Бұл Нұргүл Алипова. Аха. Сіздің жоғарғы спонсорыңызбын. Старший менеджер в открытом звании директора. Яғни директор званиесін ашқан болатын. Так, толқын, сізбен кішкене жақынырақ таныс болайық алдымен. Сіз қай қаладан боласыз? Жасыңыз нешеде? Қарағанды болса Жаңаарқаданнан. Мен де Жаңаарқаданмын. Сәкен Сейфуллин ауылынан боламын. Мен Жаңаарқа өлкесінен. Түсінікті, танысқаныма қуаныштымын. Толқын, сіз қарап шығардыңыз ба материалдарды Сәуле берген? Мен қарадым, бірақ дегенде әлі қарамадым. Жаңа көшеде болдым да, енді қараймын. Шамамен қалай түсіндіңіз? Біз немен айналысамыз, қалай ақша табады екенбіз, бізге компания не үшін төлейді екен деген сияқты. Мен өзімнің не бұл магазиннен покупка алған сияқтымыз ғой. Бірақ біз магазиннен емес, біз через интернет заказ береміз. Артымызда енді Жаңаарқада білесіз бі, жаңағындай неге алатын адамдар өте көп ше, жаңағындай косметика жағын, сияқтылар заказбен береді ғой. Олар каталогпен жұмыс істейді. Біз өзіміз через интернет арқылы. Мен интернеттен заказ береміз. Өйткені бізде жаңағындай Жаңаарқауданда косметика жағы көп өтеді ғой, әйелдер көп алады ғой. Ол жақсы онда. Көп өтсе, ол жақсы. Бір жағынан, мысалы, қазір интернеттің дамыған заманы ғой. Интернетпен, мысалы, телефон болсын, компьютер болсын, бүкіл инструменттерді пайдалана отырып, онлайн режимде өз бизнесіңізді дамыта аласыз. Сіз дұрыс айтасыз, қазір компания бізде жаңа деңгейге өткен, яғни тек қана интернет бағытта, бизнес құру бағытында жұмыс жасайды. Біздің жоба iDiamond, яғни бұл жерде жоба не үшін құрылған? Біздің бизнес партнерлерімізді, консультанттарымызды, біздің командамызға қосылып жатқан, арамызға қосылып жатқан қыз-келіншектерді өзіміз сияқты осы интернет бизнеске үйрету. Яғни жобаның ішінде жұмыс істеу тәсілдері, құрал жабдықтар барлығы дайын. Сіздің басты мақсатыңыз тек қана соларды үйреніп, жұмыста тәжірибеде пайдалану. Қараңыз, өзіңіз айтып өткендей, біз күнделікті тұрмыста тұтынатын заттарымызды қарапайым дүкеннен емес, өзіміздің интернет дүкенімізден ала отырып, тек қана отбасылық бюджетті ғана үнемдеп қана қоймаймыз, бұл жерде табыс та табамыз. Негізгі табыстың көзі бұл астыңыздан құралып жатқан командадан келеді. Яғни неғұрлым команда астыңызда, құрылымыңызда бизнес партнерлер мен тұтынушылардың саны және олардың жасап жатқан сауданың көлемі неғұрлым ұлғайып отырса, соғұрлым әрине сіздің табысыңыз молайып отырады. Бұл ретте бізде екі түрлі өсу темпі қалыптасқан. Яғни біріншісі участник потребитель деп аталады, аты айтып тұрғандай, бұл жерде бұл бағытты таңдайды біздің командамызға келген, тұтынушы ретінде қала бергісі келетін, анда-санда белгілі бір өзіне тұтынатын заттарды алып тұруға келіскен біздің тұтынушылар осы бағытты таңдайды. Олардың қандай артықшылықтар бар? Оларда бір ғана артықшылықтар бар, яғни ол 20% дисконт барлық ассортименттің барлық түріне. Сонымен қатар әртүрлі распродажа акцияларда қатысу. Екінші өсу темпі бұл iDiamond Club деп аталады. Яғни бұл iDiamond Club бағытын бізге осы компаниямен бірге өз онлайн бизнесін дамытуға, компанияның беретін әртүрлі мүмкіншіліктеріне, оның ішінде табыс табудан бастап, түрлі саяхатқа шығуға, автомобиль алуға деген сияқты әртүрлі жақсы бір мүмкіншіліктерге келген адамдар тобы құрайды. Сонымен қатар бұл бағыт сізге қандай, яғни тәжірибе барысында қандай сізге қосымша пайдасын тигізеді. Яғни бұл жерде сіз әртүрлі біздің тарапымыздан өткізілетін тренингтер, мастер-класс, басқа да тәжірибемен бөлісу мақсатында құрылған әртүрлі ұжымдарға қатыса аласыз, онлайн ұжымдарға, яғни ол көбінесе біз жұмыстың 90% қарап отырсаңыз, өзіңіз бақылап отырсаңыз, WhatsApp-та жүргізіледі, дұрыс па?
Яғни WhatsApp-пен әртүрлі әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, адамдарды бизнес құруға, сізбен бірге ынтымақтастық етіп, бизнес құруға шақырасыз. Міне, ол кісілерді қалай шақыру керек, ақпаратты қалай беру керек, қандай әлеуметтік желілерді пайдаланған дұрыс, ол үшін не істеу керек деген сияқты бұның барлық сұрақтарына, осындай күнделікті туындап отыратын сұрағыңызға сіз партнерская программа деп аталатын бағдарлама бар. Сонымен қатар спонсорыңыздың біздің команданың көмегі арқылы бірте-бірте түсіне бастайсыз. Сосын кеше, я болмаса бүгін Сәуле сізге бизнес трафарет, сосын алғашқы партнердің алғашқы қадамдары деген біздің обучающий сайттың ссылкасын берген болатын, дұрыс па, WhatsApp-қа? Вот. Бизнес трафареттен міндетті түрде бастаңыз. Әрі кетсе 2,5-2 сағат уақытыңыз кетеді. Егер документ ашылмаса, YouTube-қа кіріп, аудио кітап нұсқасын тыңдай аласыз. Неге? Себебі алғашқы біліміңіздің алғашқы, айтамыз ғой, фундаментін қалыптастыратын осы бизнес трафарет кітабы. Екінші, ары қарай сізде ой қалыптасады. Мен неден бастауым керек, не істеуім керек, Яғни сіздің ары қарайғы тапсырмаңыз, ол алғашқы 3 шаг бар ғой. Шаг 1, шаг 2, шаг 3 деп жазылып тұрады, Вот соларды жақсылап тыңдап, түсініп алғаныңыз дұрыс. Әрине бас кезінде барлығымызда түсініспеушілік, каша в голове дейміз ғой, басымызда әртүрлі мыңдаған сұрақтар болды. Сіздің алғашқы қадамдарыңызда сіздің жаңағы 3 қадамды көру барысында кішкене жақсы түсініп қабылдауыңыз үшін мен сізге айтайын. Алғашқы 3 шақты қарап шығыңыз, сосын 3-ші шақтан кейін, қадамнан кейін өсу темпін таңдай аласыз. Өсу темпі бойынша өзіңізге қажетті дүниеге, яғни өсу темпі бұл жерде участник потребитель өсу темпін таңдаған уақытта ол жақта минимум 25 бонус балға белгілі бір заттар өзіңізге аласыз. Екінші өсу темпі 150 бонус бал. Ол жерде компанияның бір ғана талабы 150 бонус бал сіздің жеке планыңыз. 150 бонус балды қалай оңай ұйымдастыруға болады, оның да әдіс тәсілдері біздің обучающий сайтта берілген, яғни партнерская программадан да қарауға болады. Яғни сіз доступ аласыз спонсорыңыздан кейін. Сосын YouTube каналында да бұл жайлы ақпараттар өте көп. Яғни 150 бонус балды қалай жинау керек, қалай жинауға болады, қандай тиімді жолдары бар деген сияқты көптеген видео сабақтар қарай аласыз. Жалпы мен өзім негізі біздің партнерлерімізге осы өсу темпін таңдаған, мысалы, iDiamond Club бағытын таңдаған партнерлерімізге мен Навыч сериясын, я болмаса Wellness дұрыс тамақтану сериясын ұсынамын. Естіген боларсыз, Навыч және Wellness жайлы. Навыч ол бет күтіміне арналған комплекстік серия болса, Wellness ол дұрыс тамақтануға арналған. Мысалы, оны үлкен кісілерді ашып жатады, давление, сахарный диабет деген сияқты әртүрлі денсаулыққа жақсы әсерін беріп жатады. Енді мынадай сұрақ, сізде қандай сұрақтар қалыптасты осы сіз екеуміздің әңгімемізден? Мені жаңағы нені білгім келген. Бағана жерді ғой, нені. Енді соны ары қарай тіркелдетші, соны мен аша алмадым. Қайсын? Логин мен парольді жазып, жеке кабинетіне кіріпше, соны мен ары қарай аша алмадым. Оның сізге Сәуле, сізге ссылкасын Oriflame компаниясында сіздің кабинетіңіздің ссылкасын және логин парольді жазған болатын. Вот сол ссылкаға бассаңыз, ары қарай кіру жолы көрсетіледі. Вход немесе кіру деп қазақша жазылып тұрады. Вот соған жазасыз, номер консультанта дегенге 400-ден басталады сіздің логиніңіз. Вот сол логинді теріп жазасыз. Пароль деген жерге сізге жазып жіберген парольді қоясыз. Қойғаннан кейін, яғни өзі кіріледі. Ішінде барлық ассортимент, яғни 3000-нан аса ассортименттің түрі бар ғой, наименование. Вот. Оның барлығына сізде уже 20% дисконтпен тұрады. Ол заттардың барлығы. Ал егер сіз алла қаласа тапсырыс қойып жатсаңыз, тапсырыспен бірге келген каталогта, қағаз каталогында, ол жерде 20% дисконтпен көрсетілмейді.
Ол жерде мына клиенттерге арналған баға тұрады. Егер мүмкін сіздің каталогыңызды біреу көріп, үйге біреу келіп жатса, қонақтар мысалы, таныстарыңыз деген сияқты, туған-туысқан деген сияқты. Ол кісілер көріп ішінен біреу зубная паста, болмаса сабын таңдап жатса, ол жерде ол кісілерге сіз 20% дисконтпен, болмаса ол дисконтсыз да бере аласыз, егер өзіңізге пайда қалдырғыңыз келсе. Сонымен қатар электронды каталог бар. Электронды каталогты да сіз жаңағы таныстарыңызға жібере аласыз. Тем более қазір мереке жақындап келе жатыр, бәрі бір-біріне сыйлық алады, ол түсінікті жағдай. Сізде өзіңіздің интернет-магазиніңіз бар қазір? 20% мен 60% аралығында дисконтыңыз бар, соны пайдалана отырып, кез келген дүниені ала аласыз. Содан кейін бүгіннен бастап заказ жаңағы кіріп заказ жіберу керек да? Сізде мысалы бізде каталог шатыспасам 31 март наурыз күні жабылады. Мысалы нешесі ашылды? Бізде 11 ашылды ма каталог? 21 күн ішінде, 3 апта ішінде сіз кез келген жаңағы таңдаған бағытыңыз бойынша тапсырыс қоя аласыз. Айта кететін жайт толқын, егер сіз табысқа келсеңіз, егер сіз тезірек көтеріліп, уже адамдарды шақырудың әдіс-тәсілдерін үйреніп алғыңыз келсе, мен сізге осы бастан қосылуды кеңес беремін. Яғни, хотя бы бастапқы кезде участник-потребитель бағытын таңдаңыз. Сосын сол бойынша алғашқы тапсырысыңызды қойыңыз. Ол келгенше сіз уже партнерская программаның алғашқы тапсырмаларын өте бастайсыз. Алғашқы қадамдарыңызды анықтай бастайсыз. Қадамдарыңызды жасап, саты бойынша көтерілген сайын, басыңызда қалыптасқан сұрақтар бірте-бірте есейе бастайды. Яғни, әрбір сұраққа жауап таба бастайсыз. Ал партнерская программа толық сізге айтады ғой, по полочкам түсіндіріп беретін, өз көзіңізбен көріп қолмен ұстайтын дүние осы партнерская программа. Ол жерде 10 тапсырма бар. 10 тапсырмадан жақсы сапалы түрде өтсеңіз, сіз алғашқы лидерлердің қатарына қосыла аласыз. Бұл жерде еш қиындығы жоқ. Адам қиындықты негізі өз басына өз тауып алады, ойлап-ойлап. Ешқандай қиындығы жоқ. Өзіңіз қолданасыз, басқаларды шақырасыз, оларды осы заттарды қолдануға үйретесіз, және де бизнес қалыптастыруға үйретесіз. Болды, осы 3 әрекет күнделікті істейтініңіз. Барлық құрал жабдық дайын, YouTube каналымыз дайын, сізге электронды почтаңызға ссылкасын жіберген болатын. Спонсорыңыз бар, командаңыз бар, мен бармын, вышестоящий спонсор. Сондықтан кез келген уақытта сұрақ қойып, соған жауап ала аласыз. Толқын, сіз негізі бизнеске келдіңіз ғой, дұрыс па? Ақша табуға келдіңіз, Ақша табуға, табыс табуға келдіңіз ғой? Мен негізі осыдан бір 7 жыл бұрын ба, 8 жыл бұрын өзім Арфлеймде жұмыс істегем. Енді жаңа келесі каталог арқылы неткен. Бізде жаңарқада орынбасар деген кісі болды. Танисыз? Жоқ, танымайды екем. Солай жұмыс істеуші үздік продавец болады ғой. Ол кезде сондай жүйе болған ғой. Үздік продавец болған сонда. Ол жақсы, онда сіздің тәжірибеңіз сізге оң пайда